Біз атақты адамдарды әрдайым күліп, бақытты, табысты күйінде көреміз. Олардың айналасы үнемі таңданыс пен сүйіспеншілікке толы. Көпшілік үшін олардың өмірі ертегі сияқты. Онда қарапайым адамдық қиындықтарға орын жоқ. Бір нәрсе болса да, олар оны ақша мен байланыс арқылы оңай шешеді деп ойлаймыз. Бірақ шынымен солай ма? Біздің тарихымыз Бейрут қаласында 1977 жылы басталады. Сол шағын отбасында болашақ танымал Ливан әншісі Сюзанна Тамим дүниеге келді. Сюзанна бала күннен өте белсенді өмірге құштар еді. Бірақ ол жиі ата-анасының ұрыс-керістерінің куәсі болды. Бұл ұрыс-керістер отбасында жиі қайталанып, ақырында ата-анасы ажырасты. Бұл жағдай әсіресе Сюзаннаға қатты әсер етті. Ол балалық шағын тек әкесінің қамқорлығында өткізіп, анасының сүйіспеншілігін сезіне алмады. Бірақ Сюзанна өте мақсатшыл болды. Ол мектепті бітіріп, фармацевтика колледжіне түсті. Сол кезде ол Али Музанар есімді жігітпен танысты. Бір жылда кездескен соң олар үйленді. Бұл шешім көбінесе отбасының дәстүрлі ықпалынан туған еді, себебі екі жақта дәстүрге сәйкес әрекет етті. Үйленген соң Сюзанна колледжді тастап, толықтай өз сүйікті ісіне ән айтуға берілді. Оның дауысы ерекше, айқын және есте қалатын болды. Ол бар жүрегімен танымал әнші болуды армандады. Бірде Сюзаннаға үлкен мүмкіндік туды. Ол Студио Эльфан атты телевизиялық жобаның іріктеуіне қатысуға шешім қабылдады. Бұл жобаның форматы қазіргі Голос сияқты еді. 1996 жылы Сюзанна іріктеуден өтіп, жобада жеңіске жетті. Оның дауысы ерекше тембрімен және вокалды шеберлігімен қазылардың жүрегін жаулап алды. Осылайша Сюзанна үлкен сахнаға шығудың алғашқы қадамын жасады. Саймон Асмар, шоу продюсері, оған келісім шарт ұсынды. Сюзанна бұл ұсынысты қуана қабылдады, бұл оның бала күнгі арманы еді. Бірақ барлығы бірдей қуанышпен бөлісе қойған жоқ. Бірінші кедергі әкесі. Ол қызын ән айтуға тыйым салды. Оның айтуынша бұл жол тек қиындыққа барады, өйткені Сюзанна жас еді. Ол қызын қорқытқан жоқ, бірақ қатты ескерткен. Күйеуі Али де бұл жолға қарсы болды. Әкесінің және күйеуінің қысымы жиі жанжалдарға ұласты. Бірақ Сюзанна арманына берік болды. Ол Студио Эльфанмен 10 жылдық келісім шартқа отырып, кәсіби мансабын бастады. Сюзанна тез танымал болды. Оның әртүрлі брендтермен келісім шарттары, концерт ұсыныстар жауды. Ақша таба бастады, бірақ сол ақша жанжалдарды да әкелді. Ата-анасы мен күйеуі табысынан бөлісуді талап етіп, олардың арасындағы қатынастар ушыға түсті. Әкесінің бұрынғы қарсы пікірі ақшамен өзгере бастады, ол әр концерттен бөлісуді талап етті. Сюзанна қысымға төтеп беріп, Алиден ажырасуды сұрады, бірақ ол рұқсат бермеді. Ливан заңдарына сәйкес әр діннің соттары ажырасу мәселесін қарастырады. Сондықтан процесс ұзақ әрі күрделі болды. Сюзанна жағдайдан шығу үшін уақытша Францияға көшеді. Мұнда ол Адель Матук есімді адаммен танысады. Адель танымал Ливан бизнесмені, телеөндірістің бір ірі компаниясының иесі. Сюзанна оған өз мәселесін айтады. Күйеуі ажырасуға рұқсат бермейді. Отбасымен қиындықтар бар, психологиялық қысым зор. Адель оның даусын тыңдап, оның дарынды екенін түсінеді. Ол Сюзаннаға көмектесуді ұсынады. Күйеуімен ажырасуға жәрдемдесіп, өзінің агенттігі арқылы оның карьерасын басқару. Сюзанна басқа таңдау қалмады, келіседі. Адель Алиге $1,5 миллион төлеп ажырасуды ұйымдастырады. Сонымен қатар Францияда Сюзанна 15 жылдық продюсерлік келісім шартқа қол қояды. Сюзанна Адельге үйленеді. Бізге белгісіз, бұл келісімнің шарты ма, әлде шынайы сезім бе? Бірақ бұл көмек Сюзаннаға үлкен демеу болды. Қиындықтар қайта басталды, бірақ бәрі бірдей емес еді. 8 ай өткен соң, жағдай қайтадан күрделене бастады. Адель де бұрынғыдай Сюзаннаның танымалдығын өз пайдасына пайдалана бастайды. Жанжалдар қайта пайда болды. Сюзанна екінші күйеуінен де ажырасуды сұрайды, бірақ ол да бермейді. Қол қойылған келісім шарт оған қысым көрсетуді жеңілдетпеді. Психологиялық тұрғыдан ауыр жағдай қайтадан басталды. Ол қашуды шешеді. Египетке қашу. Сюзанна Египетке кетеді. Адель ашуланып, оны іздей бастайды.
Ол Египет аумағында да оның шығармашылық қызметіне тыйым салды. Сюзанна ән айтып, ақша таба алмай қалды. Ол барлық музыкалық каналдардан клиптерін алып тастатты. Бұқаралық ақпарат құралдарында атын атауға тыйым салды. Египеттегі полиция бірнеше рет Сюзаннаны қорғап, қамауға алынған сәтте оны босатты. Бірақ күйеудің қысымы тоқтаған жоқ. Египеттегі төтенше жағдай. Сюзаннаның туған күніне жақын, оның достары мен туыстары бір бөлмеде жиналады. Кенет есіктен Адель Мату кіріп келеді. Ол мен Сюзанна арасында дау шығып, тіпті төбелеске ұласқан. Анасы қызының қорғауына шығады. Адель қуылады, бірақ Сюзанна қатты қорқыныш сезінеді. Бұл қысым бірнеше жылға созылады. 2005 жылы Сюзанна Хишам Талат есімді Египет миллиардерін кездіреді. Бұл ер адам миллиардер әрі таяу шығыстағы ең ірі жылжымайтын мүлік агенттіктерінің иесі болатын. Сонымен қатар ол сенатор еді, Мысырда аса сыйлы әрі беделді тұлға. Сюзанна онымен әңгімелесу барысында өзінің ер адамдармен болған барлық ауыр оқиғаларын айтып береді. Адель Мату есімді ер адаммен арасында не болғанын және оның келісім шарты арқылы Сюзаннаның шоу-бизнес жолын қалай жауып тастағанын баяндайды. Мұны естіген Хишам оған: "Мен сенің барлық мәселелеріңді шешіп беруге көмектесе аламын" дейді. Мұндай уәдені біз бұрында естігенбіз ғой. Бірақ бұл жолы Сюзаннаның басқа амалы қалмады, ол оның көмегін қабылдайды. Мүмкін осы жолы тағдыр оған күліп қарайтын шығар. Бәрі орнына келіп, өмірін жалғастырып, мансабын қайта бастайтын шығар деп үміттенеді. Бірақ өкінішке қарай бәрі олай болмады. Хишам Талат Адельмен келісіп, келісім шартты бұзу үшін қажет барлық шығынды өзі өтейді. Ол біртіндеп Сюзаннаны мазалаған барлық мәселелерді шешіп береді. Ақыры Сюзаннаның өміріне аздап тыныштық енеді. Ол енді артқа жалтақтамай, сабырлы өмір сүре бастайды. Алайда бұл тыныштық ұзаққа созылмады. Барлық мәселелер шешілген соң, Хишам оған күтпеген ұсыныс айтады: "Мен сенімен үйленгім келеді" дейді. Сюзанна бұл сөзден қатты есеңгіреп бірден бас тартады. Бірақ ер адам тынбайды, қайта-қайта сол әңгімеге оралады. Тіпті ол әншінің әкесіне барып қызының қолын сұрайды. Оны өзіне тұрмысқа беруге көндіруге тырысады. Алайда Сюзанна ешқашан келіспеді. Соңында Хишам оны бақылау үшін күзетшілер жалдайды. Олар әншіні күндіз-түні аңдып, артынан қалмай жүреді. Жағдай барған сайын шиеленісіп, Сюзанна жүйкесі тозғаннан не істеу керектігін білмей, тағы да қашуға шешім қабылдайды. Жүреді. Ол күзетшілер жоқ кезде сәт тауып, ұшаққа билет алып, Лондонға ұшып кетеді. Мұны естіген Хишам ашуға булығып, "Бұл істі жазасыз қалдырмаймын" деп ант береді. "Не мен оны қайтарамын, не оның өмірін талқан етемін" дейді ол. Бұл жай сөз емес еді. Лондонға қашып кеткен Сюзаннаға Хишам үнемі телефон соғып, оны кері қайтуға үгіттейді. Ол уәде береді: "Егер сен оралсаң, бәрі қалпына келеді. Мен ештеңені есіме алмаймын, бәрі жақсы болады" дейді. Бірақ әншінің бойын қорқыныш жайлады. Оның психологиялық жағдайы күннен күнге нашарлай түсті. Ол бірнеше рет ауруханаға түседі. Үздіксіз үрей мен жүйке қысымы оның денсаулығына да әсер ете бастайды. Дегенмен Сюзанна сенуден танған жоқ. Ол өміріндегі қара жолақ бір күні аяқталып, бәрі жақсарады деп үміттенді. Лондонда жүрген кезінде ол жаңа адаммен танысады. Ирандық тектен шыққан боксшы жігітпен. Сол уақытта ол да Лондонда тұрып жатқан еді. 2007 жылы олар үйленді. Сюзанна ер адамның қамқорлығын, қорғауын іздеді. Мүмкін ол осы некенің арқасында өз өмірі қайта жолға түседі деп ойлаған шығар. Бірақ бәрі керісінше болды. Оның Хишаммен болған некесі туралы естіген соң, жағдай күрт қиындай түсті. Енді Хишамның ашуы мен қызғанышы өміріне тікелей қауіп төндірді. Бір күні ол Лондонға өз адамын жібереді. Оның айтқаны: "Егер ол менімен тұрмысқа шықпаса, онда мен оны өлтіремін" деген қатаң ескерту болды. Сюзанна осылай қорқынышта өмір сүрді. Қайда барса да көлеңкеде еріп жүрген қауіп сезімі кетпеді. Ақыры ол Лондон полициясына жүгінеді.
Әйелдің әңгімесін тыңдаған полиция жағдайда өте байыппен қабылдайды. Олар оның үйіне арнайы дабыл орнатады, және Сюзаннаға жедел байланыс телефоны беріледі. Егер бір нәрсе болса, батырманы басса, полиция бірден жетеді. Осылай 1,5 жыл өтті. Бірақ ерлі зайыптылардың арасында салқындық пайда бола бастайды. Бейресми ақпараттарға сүйенсек, Сюзанна күйеуін опасыздық үстінде ұстап алған. Содан кейін ол ажырасуға шешім қабылдайды. Енді оны Лондонда ештеңе ұстап тұра алмады. Бірақ ол тағы да таныс жолды таңдады: қашу. 4-ші рет. Бұл жолы ол Дубайға көшіп барды. Әр жолы ол жаңа қалаға келген сайын, міне енді бәрі жақсы болады, жаңа өмір бастаймын деп үміттенетін. Бірақ тағдыр оған тыныштық бермеді. Дубайда ол Аль-Рималь атты тұрғын үй кешеніндегі пәтерде жалғыз тұрып жатты. Әншінің өмірі үздіксіз үрей мен сақтықта өтті. Оның Дубайда таныстары жоқ еді. Тек бір ғана туысы, немере ағасы. Ол Сюзаннаның бүкіл оқиғасын білетін және күн сайын оның жағдайын тексеріп хабарласып тұратын. 2008 жылдың 28 шілдесінде ағасы әдеттегідей телефон шалды. Бірақ бұл жолы Сюзанна жауап бермеді. Бұл оған бірден күдік тудырды, өйткені ол ешқашан ағасының қоңырауын жауапсыз қалдырмайтын. Ағасы бірден пәтеріне қарай бет алды. Жолай тұрғын үйдің күзетшісінде ертіп алды. Пәтердің есігін ашқан сәтте олар көрген көрініс жан түршігерлік еді. Сюзанна еденде қанға малшынып жатты. Ол бірнеше рет пышақталған болатын. Оқиға орнына дереу полиция келіп тергеу басталды. Тергеушілер үйдің ішін, кіреберісті, барлық бейнебақылау камераларын тексеріп шықты. Камера жазбаларынан олар күдіктіні анықтады. Орта бойлы ер адам, басында кепка, қолында сөмке бар. Ол ғимаратқа кіріп, лифтпен 22-ші қабатқа көтерілген. Бірнеше минуттан соң дәл сол адам пәтерден шығып, енді басқа киім киіп алған күйде болған. Одан кейін ол баспалдақпен 21-ші қабатқа түсіп, сөмкесін қоқыс құбырына тастап, сосын лифтпен 1-ші қабатқа түсіп, ғимараттан шығып кеткен. Полиция қоқыс контейнерін тексеріп, сөмкені тапты. Ішінен қандақтары бар киім мен конверт шықты. Конверттің сыртында өлтірілген Сюзаннаның аты жөні мен мекен-жайы жазулы болған. Сондай-ақ сөмкенің сыртына ілінген фирмалық жапсырмада сериялық нөмір көрсетілген еді. Полиция сол нөмірі арқылы іздеу жүргізіп, сөмкенің нақты кімге тиесілі екенін анықтайды. Бұл аса үлкен қателік еді. Сөмке Мохсен Әл-Сакари есімді бұрынғы полиция офицеріне тиесілі болып шықты. Ол бұл сөмкені өз банк картасымен сатып алған. Бұл оны қылмыспен тікелей байланыстырған басты дәлел болды. Тергеушілер сонымен қатар анықтады, сол күні дәл сол карта арқылы ол пышақ сатып алған. Ол пышақ кейін ешқашан табылмады. Бірақ бұдан да маңыздысы, соңғы бір ай ішінде Хишам Талат пен Мохсен Әл-Сакари кем дегенде 5 рет телефон арқылы сөйлескен. Сол сөйлесулердің мазмұны олардың біреуді аңдып жүргенін және одан құтылуды жоспарлап жүргенін көрсеткен. Қылмыс жасалған күні олардың арасында 1 минутқа жетпейтін қысқа сөйлесу болған. Онда Хишам, не жаңалық? деп сұраған. Мохсен болса, тағы 2 күн беріңіз, бәрі дайын болады деген. Осының бәрін жинақтаған полиция Мохсен Әл-Сакариді ұстауға ордер алады. Бірақ ол сол сәтте Мысырда болып шыққан. Дубай полициясы Египетке сұрау салып, египеттік әріптестері күдіктіні дереу ұстайды. Тінту кезінде оның пәтерінен не табылды деп ойлайсың? Пештің ішінен 1,5 миллион ақш доллары. Енді жауап берейік, бұл қорқынышты қастандық қалай ұйымдастырылды? Трагедиядан бір күн бұрын Мохсен Сюзаннаға телефон шалып, өз-өзін Аль-Рималь кешенінің құрылыс компаниясының қызметкері ретінде таныстырады. Ол құжаттарды жеткізуін қажет деп түсіндіреді. Сұрақ туындайды, ол оның мекен-жайын қайдан білді? Барлығы өте қарапайым еді. Хишам Сюзаннаға Дубайдағы осы пәтерді сатып алуға көмектескен болатын, сондықтан оның нақты мекен-жайын білетін. Келесі күні Мохсен кешенге келеді. Күзетшіге өз-өзін үйдің қызметкерімін деп көрсетіп, пәтерге көтеріледі.
Ол Сюзаннаның есігін қаққан кезде әйел сақтықты түрде бірден ашпайды. Кім сол? Деп сұрайды. Мәксен есік саңылауынан сөмкені көрсетіп, құжаттар деп өзін таныстырады. Сюзанна сөмкені көріп алданады да есікті ашады. Қастандықшы бірден шабуыл жасап, Сюзаннаны пышақтайды. Судмедэксперттің қорытындысында оның қолдарында қаскөйлерге қарсы күрестің іздері болғаны, ол есінен айырылғанда ғана шабуыл тоқтағаны жазылған. Шабуылдан кейін Мәксен киімін ауыстырып, қанға боялған киімдерді сөмкеге салып, оны қоқыс құбырына лақтырып кеткен. Оны кейін камералар арқылы бақылау, табылған сөмке және ішіндегі заттар бәрі Мәксенді айқын күдікті етті. Ол ұсталды да қылмысын мойындады. Барлық дәлелдер, дақтар, сатып алу жазбалары, куәліктер оны кінәлі деп көрсетті. Тергеу барысында Мәксеннің айтқандары бойынша тапсырыс беруші Хишам Талат болды. Тапсырыс ақысы ретінде оған $1,5 миллион төленгені туралы да мәліметтер келтірілді. Дубай полициясы және басқа да анықтамалар, телефон жазбалары бәрі осыға меңзеді. Хишам Талатқа қарсы да айғақтар табылды. Тергеу барысында телефондық сөйлесулер және басқа да дәлелдер есепке алынды. Ол өзіне тағылған айыптарды жұмыс бабындағы қоңыраулар деп басты. Убийствоға қатысы жоқпын деді. Бірақ көпшілікке айқын болды. Тапсырыс беруші дәл сол адам. Кейбірі сұрақ қояды. Бұрынғы полиция офицері қалайша мұндай еңбексіз қателіктер жіберді? Өлтіру құралын және сөмкені өз картасымен сатып алу, қанды киімдерді сол жерде қалдырулағаны. Қылмыскердің мұндай сәтсіздіктері сотта оның қорғанысына гүлдей қолданылды. Адвокат Мәксенді біреулердің қойып бергенін алға тартты. Дегенмен бұл ақтау әрекеттері нәтиже бермеді. Мәксен Әл-Сакариға ел жастықпен адам өлтіру, ал Хишам Талатқа кісі өлтіруге тапсырыс беру бабы бойынша айып тағылып, ұзақ әрі күрделі сот процесі жүрді. Бастапқыда екеуіне де өлім жазасы ілікпен тағылды. Бірақ 2012 жылы өлім жазасы жұмсартылып, Мәксенге 25 жыл, ал Хишамға 15 жылға сотталғандар. Әрі қарай жағдайлар одан әрі күтпеген тұруға ұшырады. 2017 жылы мемлекет 41 өлім жазасын қайта қарау барысында бірнеше сотталғандарға рақымшылық жариялады. Кейін тағы бір рақымшылық тізімінде 2020 жылы Мәксен Әл-Сакариде рақымшылыққа алынды. Нәтижесінде тапсырыс беруші Хишам 9 жылдан кейін шартты түрде бостандыққа шықты, ал орындаушы Мәксен 12 жыл уақыттан кейін босатылды. Қызық және қайғылы парадокс, ең ауыр дәлелдері көп қылмыс үшін олар бастапқыда өлім жазасына кесілсе де, өмір ақырында рақымшылыққа ұшырап, бас бостандығын қайта тапты. Сюзаннаның өмірі осы қайғылы оқиғаға дейін үрей мен қудалаудан тұрып кетті. Ол бала кезінен талантты, әдемі дауыспен дарынды болды, ал оның алдында үлкен болашақ шығармашылық өркенде тұрды. Бірақ адамдардың ашкөздігі мен басқалардың оны пайдалануы оның өмірін түгелдей қиратты, шынында да қайғылы аяқталу. Көргеніңізге рахмет. Егер бұл шығарылым ұнаса, лайк басып, каналға жазылып, пікір жазып, қоңырау белгішесін басуды ұмытпаңыз. Жаңа оқиғаларда кездескенше.